көрдің ба? Міне, мен саған бұл әйелдің тағы бір арамдығын айтайын. Мысалы, айлық аламыз ғой? Иә. Айлық алып келіп үйге келген кезде, "Алып келсе айлығыңды" дейді маған. Сосын әкеп столдың үстіне қоямын ғой. Сенің айлығыңды алып келсе десең бар ғой, ол менің ақшам ғой деп қояды. Сонда мынау ше менің айлығым десем, ол үйдің ақшасы ғой деп қояды ғой. Сосын тағы бір арамдығын айтайын ба? Мысалы, қайын жұртта той болады ғой, как минимум 100 мың теңге барады ғой. Ал біздің туысқандар той болса, 10 мың теңге әрең шығады ғой. Ол ештеңе емес, ол ештеңе емес. Бір күні үйге кіріп қалсам, кір жуып жатыр екен да, бүйтіп қарап қалсам, өзінің іш киімдерін сүлгімен, наволочкамен қосып жуып жатыр да, менің іш киімдерімді носкилермен қосып жуып жатыр. Не керек бар ана ондай кісіде? Не керек бар онда не? Арам екен, арам екен, шынымен. Әлеке, еттеп тастапсыз ғой, Еттеп тастапсыз.